Бәріңе сәлем. Бүгін біз ең ерекше синнабоне деп аталатын булочки жасап үйренетін боламыз. Өте оңай, дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге жылы сүт, қант, одан кейін тұзымызды саламыз. Одан кейін ашытқы, яғни дрожжымызды салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, бетін 2-3 минутқа жауып қоямыз. Ұзақ уақыт жауып қажет емес. Қамырымызды кішкене араластырып, ерітілген майымызды құямыз. Және жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде ұн үккіштен өткізіп алғандарыңыз жөн. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Ұнымызды араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз осындай әп-әдемі болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болған соң ерітілген майды жағып шығамыз. Одан кейін қант пен корицаны осылай ыдысымызға салып жақсылап араластырып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, қамырымыздың барлық шетіне салып шығамыз. Салып болғаннан кейін қамырымызды рулет қылып ораймыз. Табамызды майлап, немесе пергамент қағазын төсеңіздер болады. Осылай видеодағыдай көрсетілгендей етіп, қамырымызды жіппен кессеңіздер түп-түзу болып кесіледі және өте әдемі болып шығады. Табамызға салған кезде араларын ашық қылып салған дұрыс. Жақын қылып салсаңыздар жабысып қалады. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа пісіреміз. Булочкеміз дайын болғанша крем жасаймыз. Маған осы синнабонды тәттісін қаймақпен жасаған өте қатты ұнайды. Сол себепті қаймақты пайдаландым. Ал сіздер өз қалауларыңыздағы ұнаған кремді жасасаңыздар болады. Бұл крем өте оңай. Қаймаққа қант ұнтағын салып миксермен жақсылап араластырамыз. Булочкаларымыз дайын болғаннан кейін ыстық күйінде осы кремді үстінен жағып шығамыз. Сол кезде одан сайын дәмді болып шығады.
біздің синнабонеларымыз дайын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!